Менің күнделікті өмірім таңғы ас жасаудан басталады. Таңғы асқа енем екеуміз каша жейміз, ал күйеуім яичница жейді. Бүгін біз енеміз балам үшеуміз ғана таңғы ас ішеміз, сондықтан каша жасадым бәрімізге. Мен таңғы асты плотно жегенді жақсы көретін адамдардың қатарынанмын. Бүгін менің планымда 2 құрбыммен кездесу. Біреуімен әбетте, екіншісімен кешке. Әбет кезінде кездесетін құрбымның аты Қалбибі. Қалбибі менің 5 және 9 сынып аралығындағы сыныптасым. Екеуміз бірге Балқаш станциясындағы мектепте оқығанбыз. Шамамен 1 жыл бұрын осы елордамызға көшіп келген болатын жолдас екеуі. Әрен дегенде бүгін бір сәті түсіп екеуміз кездестік. Барлық класс екеумізді ДП деп атайтын. ДП деген сөздің расшифровкасы детская понятка. Үйіміз бір жақта болғандықтан бірге барып бірге қайтатынбыз. Жол бойы корейский драмаларды обсуждать ететінбіз. Келесі кездесу менің регулярно 2 айда бір рет кездесетін енуда бірге оқыған құрбым Айданамен болды. Ол өмірге өте позитивті қарайтын, басы жаңа идеяларға толы жарқын адам. Астанада бір қызық іс-шара болатын болса, Айдана мені сол жерге бірінші болып шақырады. Біз бірге Динар Асаджанның бизнес мастер-классына, блогерлардың выступлениясына, театрға, выставкаларға, киноға, концерттерге, әдемі ресторандарға, тіпті 2021 жылы Грузияға саяхаттап барып келгенбіз. Соның арқасында менің түсінгенім, адам баласы өмірін тек өзі көркейтіп қызықты ете алады. Келесі күні ұлымызды әжесімен Қарағандыда тастап, өзіміз Үрімжіге жол тарттық. Үрімжідегі отеліміз мен бұрын тоқтап көрген отельдердің ішіндегі ең күштісі болды. Достар, біз бүгін Үрімші қаласындамыз. Бүгін түстік, аэропорттан түске дейін келдік, түстен кейін ұйықтап алдық, тамақ ішуге шықтық. Қытайдың бір ерекшелігі Google, Яндекс, Instagram, WhatsApp деген application, яғни осы приложениялар істемейді, қосымшалар жұмыс жасамайды. Сондықтан да ол аудару өте қиын. Осы тұрғындары, Қытай тұрғындары ағылшынша білмейді, біз қытайша білеміз. Өте кішкене қиындау болды. Тамаққа жаңа тапсырыс бердік. Тамақ енді 10-15 минуттан кейін келуі тиіс. Қалай келеді, тағы да видеомен сіздермен бөлісетін боламыз. Лағмандары өте дәмді болды. Тамақтанғаннан кейін тоқтаған районымызда біраз серуендедік. Районымыз жаңа, әлі адам аз екен. Біз уже номерімізге келдік. Мен мынандай местный 7-Eleven сияқты магазиндерінен
шабдалы сусынын сатып алдым. Шай түріндегісі, осыны көреміз. Сосын мынадай пирог, тайгер пай деп аталады. Сосын дыня алдық, местный, и арбуз. Қазір бәрінің дәмін көретін болам. Бірінші нәбір сусынды көрейік. Қандай күшті. Дәмі өте жағымды. Фьюстиға ұқсайды, бірақ фьюстидан дәмдірек, қандай. Дәмі нежный. Деп тұр едім, прям күшті болды. Шай, қандай чай кәдімгі. Дыняларының дәмін көрейік. Бисмиллахиррахманиррахим. Дынялары су татиды. Нәбіреу вообще қатты, нәбіреу енді біздікіне келеді, бірақ андай тәттілігі аз. Енді арбуздың дәмін көреміз. Тоже ешқандай дәмі жоқ, су татиды. Провал. Дальше ануардың киген заттарының дәмін көреміз. Мына бір сокты ануар алды. Түсініксіз бір фрукттың шайы. Апашы прям. Қышқыл. Настойка сияқты. Енді мына бір пирогының дәмін көрейік. Мен всегда андай әртүрлі мукбангтардан осындай пирогты көретін, түрі андай. Прям нежный, жұп-жұмсақ, майысып тұратын сондай болатын. Қазынан дәмі күшті екен. Стоит, не стоит. Алуға келесі жолы. Мына бисквиті таза жұмыртқадан жасалған сияқты. Омлет жеп отырған сияқты сезім. Арасында кремі бар. Взбитые сливки. Сонша прям керемет емес екен. Китайский фильмда жаңа уровеньға шыққан ба, прям качественный.